Жалпы терли беруге қатысты көптеген видеолар шығады, бірақ бұл жолы тағында бір әдісті айтайын деп шештім. Шальфей бар ғой, соны аласыздар да шай қылып демдеп ішесіздер, кәдімгі шайды заварканы қалай демдеп ішесіз, дәл солай демдеп ішесіздер. Күнделікті бір 2-3 күн ішетін болсаңыздар, тершеңдік бәсеңдей бастайды. Бұл енді көбінесе терлегенде жағымсыз иіс қолтығымнан шығады, я болмаса маңдайынан қатты шығады, бет сүрте беріп жалып кеттім деген сияқты. Бұл енді көбінесе жаз кезінде көп сұрайды менен бұл видеоны, бірақ сонда да қыс кезінде де осы проблема мәселе болып жүрсе, ауру болып жүрсе, осыдан құтыла алмай жүрсеңіз, осы методты, әдісті қолданып көріңіз, ем болсын. Және де қолданғандар, бұған дейін басқа да емдерді қабылдап көргендер комментарийға жазып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, соларға арнап видео түсіретін боламыз.